Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге әртүрлі жемістерден қоса отырып, қыс мезгілінде жақсы сақталатын керемет ассорти компоттың рецептісін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Жемістерімізді салқын суда бірнеше рет жуып алатын боламыз. Және осы жемістерді шанышқының көмегімен түртіп алсақ та болады. Бұл әрине міндетті емес, өз қалауыңыз бойынша. Банканы үнемі осындай буға парлайтын боламын және суымыздың қайнағанын күтеміз. Осы сәтте қақпақтарымыздың да үстіне қайнаған су құйып, бір шетке дайындап қоятын боламыз. Буланып болған банкаларды кемінде 3-5 минут аралығында булап аласыздар. Осы банканы ішіне өзіңіздің жемістеріңізді саласыздар, яғни 3-4 данадан әртүрлі жемістерді қоса отырып ассорти компот жасауға болады. Өріктерді мен деген 5-6 данадан, қара өріктен де, яғни өз қалауыңыз бойынша шамалап жобамен сала берсеңіздер болады. Барлық граммдарын төменге қалдырып кететін боламын. Осылай салып дайындап болғаннан кейін міндетті түрде сақырлап қайнап тұрған суды құятын боламыз. Судың жақсылап қайнағанына өте қатты мән беріңіздер, себебі бұл өте маңызды процесс. Жасауы өте оңай және сенімді тексерілген әдіс бойынша болғандықтан міндетті түрде сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Қайнаған суымыздың барлығын құйып аламыз да бетін қақпақпен жауып 20 минут көлемінде қалдырамыз. Яғни біз қалған банкілердің барлығына жаңағы жемістерімізді салып, қайнаған суды құйып 20 минут аралығында күтетін боламыз. Негізі бірден жауып тастауға да болады, бірақ та мен сары өрік қосқандықтан кішкене сенімсіздік болмасын деп 20 минутқа қойып қалдырып, оны үлкен ыдысымызға құйып, қайнатып, секер салып кері жабатын боламын. Бұл әрине тексерілген әдіс, сондықтан міндетті түрде осы әдіспен жауып көріңіздер. Мінеки алғашқы 20 минуттың қызарып дайын болып жатыр. Енді осыны біз ыдысымызға кері құйып аламыз. Секерімізді осы ыдысқа салып қайнатсаңыздар да болады, немесе банкының үстіне әр банкаға 250-300 граммнан секерді салып дайындап қойсаңыздар да болады. 2 банкадан осылай құйып, газымызге қайнатуға қоятын боламыз. Неке барлығын құйып алдық. Енді аздаған мөлшерде қайнаған су құйсаңыздар болады. Себебі біздің жемістеріміз өзіне суды сіңіріп алғандықтан, су қазір қайнатқан кезде жетпей қалуы мүмкін. Сондықтан азғантай ғана құйсаңыздар жеткілікті. Мінеке 250 грамм секер саламын, өте тәтті болғанын қаламаймын. Егер тәтті болғанын қаласаңыздар, 300 граммға дейін салсаңыздар болады. Суымызды қайнатамыз, мінеке қайнап бастап жатыр. Енді осы қайнаған суымызды кері жаңағы банкаларымызға құйып, закрывалканың көмегімен жабатын боламыз. Суды толтырып құйыңыздар, себебі компот су барысында жемістер өзіне суды сіңіріп алғандықтан банкымыз жарты болып қалмау қажет. Яғни қысқа дейін сақталатын болғандықтан бүкіл судың барлығын өзіне сіңіріп, суы азайып қалады. Сондықтан толтырып құя беріңіздер. Мінеке жаптық. Енді осындай закрывалканың көмегіменен 7-8 рет алдыға және артқа осылай айналдыра отырып жауып алатын боламыз. Қолыңызға өзі білінеді, содан артқа кері айналдыра отырып жабасыздар. Міндетті түрде аузын тексеріп алу керек, толық жабылды ма, жабылмады ма. Ешқандай да су, ауа кірмейтіндей болу керек. Енді толықтай секерімізді ертеміз. Банканың атылып кетуінің бірден бір себебі қақпақтың дұрыс жабылмағаны және секер толық ермегендігінен болып саналады. Сондықтан осыған да баса назар аударған жөн. Келесі банкаларымызды да дәл осы ретпен жауып алатын боламыз.
Мінекей барлығы дайын. Енді жылы одеял болсын, көрпе болсын орап қоямыз. Мінекей достар, менің компотым дайын. Сондай әдемі дәрумендерге толы әрі жақсы сақталатын рецепт бойынша міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаған болса, арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.